Ал біздің қазақ әйелдері үйде қандай болатын әзілмен жеткісін. Алдарыңызда театрымыздың тамаша актері Қайрат Әділгерейұлы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, кеш жарық Астана. Әйелдер күшті ғо, әдемі, сұлу сондай, керемет. Бірақ ана кейде үйде жүргенде ашуланып жүргенін көрсең, шошып кетесің. Түрлері бір түрлі болып кетеді ғой. Құдай сақтасын, мынау менің әйелім ба дейсің. Шын. Мен әйелдерді білмеймін, мен басқа еркектерді қайдам, мен әйелдерді түсінбеймін мен. Оны ойлауларын түсінбеймін мен. Еркектерді түсінбейтін шығар, әйелдер де еркектерді түсінбейді. Үйде отырасың, жаным жүр тамаққа дейді. Ас үйге келесің, көңіл күй түсіп қалған. Не болды жаным десем? Ана кешегі лапша ашып кетті дейді. Иә, соны сен іше салшы дейді. Не үшін? Кім болды мен сонда? Ит пен мысыққа да педигри мен вискас сатады ғой. Сатып алғанда срок годность қарап тұрады. Іше салшы дейді. Кейде үйде жүресің, бір айғай болады да андай үйдің ішінде, түсінбейсің оны. Не деп айғайлап атқанын, не үшін айғайлап атқанын түсінбейсің. Телевизор қарап отырасың залда. Мен қазір келтіріп көрейін, қалай болатынын білмеймін енді. Шошып кетесің, ат тұрасың. Кухняға барасың, не болды дейді, тыныштық па? Барында шәр дейді. Балаң тұрады бейтіп. Балаңнан сұрайсың, не қылды анау, не істедің сен? Мына жердің бәрін полын жуып қойдым, әлі-бері жүре берме, шашасын, орныға барып отыр, ойыншықтарын жина деп айтты дейді. Бала түсінеді. Мен түсінбеймін оны вообще. Әйелдер болмайтын нәрсеге бітті, өмір тоқтап қалған сияқты болады да. Не болды десем, тырнағым сынып қалды дейді. Ну что? Өмір тоқтап қалмайды ғой онымен. Таңертең жұмысқа шығайын деп атасың. Балаларды садикке апарып тастайсың, бір-екі шай пайыңды ішіп аласың да, ана жақтан жатын бөлмеден, спальныйдан дауыс шығады. Деген. Шошып кетесің, таң атпай, не болды деп. Барсаң, әйеліңнің капронның стрелкасы кетіп қалыпты. Болды. Бүкіл жоспар қалды деген сөз да. Жұмыстан кешігіп бара жатса, жол жөнекей дүкеннен тоқтатып, капрон алып, машинаның артына кейіп жатады. Не болды енді? Капрон ғой ол енді. Қызық вообще. Сосын үйде телевизор қарап отырасың. Кейде болады, еркек пен әйелдің бір сериал көретіні ше. Сериал көріп отырасың, бүйтіп қарап. Ат тұрады да жындан телевизорге дейді. Не болды, не істедің? Ана Денизді жек көремін дейді да. Эмоция сыймайды да әйелдердің. Мына әйел адамдардың психологиясы, мейрам болсын, туған күн болсын, күйеулері қымбат подарок алып келсе, мені жақсы көреді дейді. Арзан подарок алып келсе, жанын шығарам деп күтіп отырады екен дейді. Жыл сайын қымбат подарок алып беріп жүрдім сыйлықтарды. Бір күн ақша болмай қалды енді. Сосын базардан алдым да кесе сатып алдым. Кесе сатып алдым да, тұрмыстық техника сататын дүкенге бардым да, телевизордың чегін беріңдерші дедім. Чекті кесенің ішіне салдым, сыртына әдемілеп орадым, апарып бердім. Енді сол кеседен әйелім шай ішуге қорқып жүр. 185 мың теңге тұрады да ол кесе. Сервантта тұр ол қазір. Ашат, кесені алады, сүйет, қояд, жабат, болды, жүреді. Подружкалар келсе, подружкаларына көрсетіп мақтанады. 185 мың теңге тұратын кесе. Не кесе оны сұрамайды. Самый главный қымбатта ол. Қызық қой енді. Базарға барғандарын көрсең. Базарға кіріп келгенде бір төркініне келген сияқты. Бәрін алғысы келіп өліп тұрады кәдімгідей. Қалтада көк тиын жоқ бірақ. Бір нәрсені алуға келеді әйел. Жол жөнекей басқа нәрселерді алып кетеді. Ол базарға бірінші кіргенде әйел азам
базар 12 рет болса, 12 рет базардың бәрін шарлап шығады. Бағаларының бәрін біліп алады. Қай жерде не бар екенін біліп алады да. Бағана жасыл көйлек қайрат деді деп миы ашып жүреді. Ту, қайрат еді, айтшы дейді сосын. Мен қайдан білейін? Иші андай шәлі орап тұрған апа болды қасында дейді. Әйда шәлі орап тұрған апаны іздейсің. Артында жүріп жүргенде бір уақытта қолында бір пакет қосылады. 3 саусақ қой өзі еркектің жұмыс істейтін. Пакет қосылады. 2 килограмм картошка алып алғанбыз уже. Жүресің шәлі оралған апаны іздеп. Бір уақытта екінші қолыңда уже тағы да пакет. Тамырың шығып бейді. Шыдамайсың ғой енді осыны. Осасын. Босқашы. 4 боп қалады уже. Тал түс. Қазір деп бір көйлекті ала салайшы дейді. Ал дейді. Кез келген бутикте дүкенші сататын отырғышы болады өзінің сатушының. Сол отырғышқа мен отырып алам постоянно. Дем алам. Уже түсінеді, кіріп келгенде отырғыңыз келіп тұр ма дейді. Отырасың. Кейбір дүкеншілер раскладушка қойып қойыпты. Сондай күйеулері келсе, шай жібереді, жата береді, ана өзінің саудасын жасай береді да. Әйел кіреді. Ұнамайды оған ол көйлектер. Бір көйлекті киіп алады да, киіп алады да, шығады. Онша емес да дейді. Онша емес болып тұрған адамға ал деп айта алмайсың ғой енді. Енді өзің біл дейсің. Қайт кіріп кетеді да, бір күшті бір көйлек киіп алады да, шығады бүйтіп. Қалай? Жақсы сияқты екен. Тұл бірақ менде мынау жоқ қой дейді, кіріп кетеді. Менің қандай қатысым бар ол жерде? Сағат сөйтіп 6 болады. Босашы. Қазір. Бағана базарды шарлап жүргенде, ол өзіне ұнайтын көйлегін таңдап біліп алған ғой ол уже. Қинап атыр да мені. Бірден 48 мың көйлегін алам десең, сен алғызбайсың оған. Қинау керек та сені, шаршатып, бол деп ұрысқаннан кейін, бір көйлек алам, болш, кейінем, болш, 48 мың, ала бер. Байқамай қаласында 48 мыңға көйлек алып қойған. Көйлекті іліп қояды. Ала бер деп айтқан өзің ғой енді. Жындан жүресің үйде, білдіртпейсің. Онда мен жігіттермен барып қыдырып келем. О күні ешқандай қарсылық білдірмейді. Бравера жаным дейді. Может, ана көйлегіңді киерсің, бәлкім мына шалбарды киерсің деп кейіндір өзі шығарып жібереді. Әйел өзінің дегенін істетпей қоймайды да, көйлек алғысы келді, алдыртты. Енді қараңыз. 10:30-да кешке шығып кетесің жігіттермен. Енді отырасың ғой енді әңгіме айтып, анау. Что-то ей скучно стало болады да үйде бір күні. Ананы каким-то образом үйге алдыртып алу керек. Сағат 11:30. Сообщение жазады сосын. Қайдасың? Еркексің ғой енді, білдіртпеу керексің да, әйелің іздеп атқан. Жігіттермен қарамай ұрасың ғой сообщениені. Пәленше жердем дүк. Қалайсыңдар, жақсы өткенде шаруалар. Кімдер менсің? Уже жазу керек қой қайтан. Пәленше балалармен. Тұк жібересің. Онда біз жата береміз дейді бір уақытта. Тағы сообщение келеді. Жата бер дейсің. Енді қараңыз. Таң дейді. Балалар ұйықтап қалды дейді. Мұнда да отырғың келмей отыр да уже. Ан жаққа да барғың келіп отыр да. Ан жаққа кетіп қалсаң, мыналар уже артынан сөз етеді. Болды мына уже. Қорқып қалған әйелінен деп ше. Сосын енді, жаным, жата берсің. Вообще келмейсің ба сен? Келмеймін, жата бер. Вообще келме. Неге келесің сен? Өмірі сөйтесің деп. СМС-пен жіберіп отырады ғой бейді. Сосын безбука қойып қоясың. Уже бәрі болып кетеді уже. Отырасың, бір уақытта звонок. Ақыры звондады ғой дейсің да. Алло десең. Папа дейді. Сағат қарайсың, 3:30. Баланы оятып алғанда. Папа, қашан келесің? Жаным, келем.
тезірек келші. Иә, келем. Енді қашан келесің айтшайшы. Анау ар жағынан айтқызып отыр да анаған. Дейді, білдіртіп қояды. Болды ғой, бұзылды ғой. Бүкіл шырқы отырыстың. Тұрасың да кетесің. Сосын жадасың, жынданып жүреді, таңертең ұйықтап қалатын болдық қой. Түнгі 4 болды дейді да, басына бигуди салып жүреді да. Бағана не бітірді деймін да соны. Жатады да, ат тұрады да кетіп қалады. Не болды, қайда кеттің сен? Ана лапшаны холодильникке салып берейінші дейді. Сондықтан да айтайын дегенім жігіттер, әйел заты өзінің айтқанын деген істетпей қоймайды. Әйел затына көнбеңдер. Өзіміздің дегенімізбен жүрейік, жігіттер. Сосын әйелім ғой, қашан келесің дейді. Жақсы, енді өздеріңіз ойлаңыздар, жігіттер.